Бір көшенің бойында 19 үй бар. 11 үй мысық асырайды, 14 үй ит асырайды. Неше үйде ит те мысық та бар? Бұл есепті біз Эйлер дөңгелегі арқылы шешетін боламыз. Сонымен біріншісінде ит асырайтын, екіншісінде мысық асырайтын. Ал мына ортасы, яғни итті де, мысықты да асырайтын үйдің саны болады. Ең бірінші, жалпы қанша үй жануар бар, соны біліп аламыз. 11-ге 14-ті қосамыз, 25. 25 дегеніміз ол жалпы асырап жатқан үй жануарларының саны. Ал енді осыдан біз 19-ды азайтамыз, себебі 19 үй бар деп тұр. 6. Енді бұл 6 нені білдіреді? 6 итті де, мысықты да асырайтын үйлер саны. Енді тек қана ит асырайтынды табайық. Жалпы ит асырайтын бізде 14. Мына берілген иттің шеңберінде 14 болу керек. Оның 6-ы итті де, сосын мысықты да. Сол үшін олар ортасына кетіп қалды. 14-тен 6-ны азайтсақ, 8. Тек қана ит асырайтын 8 деген сөз. Келесі, тек қана мысық асырайтынды көрейік. Ол үшін мен мына шеңберді бояйым. Қараңыздар, мына шеңберде 11 болу керек. 11 үй мысық асырайтын. Оның 6-ы итті де асырайды екен. Демек, 11-ден 6-ны азайтсақ 5. Енді тексерейік. 8-ге 6-ны қоссақ 14, 14-ке 5-ті қоссақ 19. 19 үйіміз шығып тұр. Демек, біз жауабына итті де мысықты да асырайтын 6 үй бар деп жазамыз.